Ассалаумағалейкум. 2025 жыл 14 наурыз жұма күні. Жұмаларыңыз, оразаларыңыз қабыл болсын. Қазақстан егемендігі ақыретке дейін болсын, қарулы мықты держава болсын. Билік басына елім жерім деген мықты азаматтар келуін нәсіп етсін. Қазағымды қатал тағдырдан, ауыр сынағынан сақтасын. Менің айтпағым, халықты сатқан Иванғали Назарбаевтың оң қолы болған, кезінде Аронды тұзаққа түсірген, халықтың үйін сүріп күреп тастаған, халыққа пайдасы емес зиян тиген Иманғали Тасмағамбет әскер жібереміз деп жатыр еді. Енді халық кішкене видео анамлалар түсіріп еді. Енді аэропорттағы спектакльдерді өздеріңіз білесіздер, оны айтпай-ақ қояйық. Тоқаев соның бәрін көрмей қап, сол спектакльді көре қап, соған батыр несін бере қалғанын қарасаңшы. Бұл Назарбаевтың продуктысымын деп айтқан, оны естіген шығарсыздар талай. Халық болып бұл спектакльді көбірек талқылап кеттік қой, чем ОДБК-ға қарағанда. Сондықтан халықтың назарын қайтадан ОДБК-ға қаратай бұрып жатырмыз. Кезінде Наполеон, француздар неғып жатқан кезде, орысты қырып жатқан кезде, қазақ келіп жанына мың қалып еді. Енді бұл жақсылыққа жаманшылық істейтін халық қой орыс деген. Енді бұл орыстарың деген енді бізді келіп қырды, саяси сауатымыз жоқтықтан, саясатпен араласпағандықтан, ауызбірлігіміздің жоқтығымыздан, елге жерге жанашитын азаматтарға ақша бермегенімізден құрып отырмыз ғой. Сөйтіп орыстың боданына түстік. Орыс алдыда немістер соғыс ашқан кезде алдыға салып тағы бір қырды. 40 мың Минаполияны тазалау үшін 40 мың қазақты алып тағы қырды. 1986 жылы тағы қырды. 2022 жылы қаңтарда тағы қырды. Мен қысқартып айтып жатқаным өте көп негізінде. Қазақты қырып жатқан. Енді келіп мына жаққа өзінің елін жерін қорғап жатқан Украинаға, басқыншыларға көмектесіп, мына орыс басқыншыларға Украинаға барып, сонда біздің қазақтар барып тағы да көмектесіп, қазақтар қырылу керек та сонда. Қазағым, қырыласың ба? Осы жерде күресіп өлш. Арон сияқты, Дулат Ағаділ сияқты, аталмаған белсенділер бар ғой, сол сияқты өлш осы жерде биліктің қолынан күресіп. Чахит боласың. Күресіп дегенімде ертең ана оңбағандар қолына қару алып деп түсініп қалмасын. Күресіп дегенім кәдімгі белсенді болып, шындығыңды айтып шырылдап, торғайлар болады ғой, мысалы, жыланнан жұмыртқасын қорғаған. Сол сияқты әрекет жасауымыз керек. Алла тағала айтады, жалғызбастан ақиқаттың жағына шық дейді. Хадис бар. Жаман нәрсені көрсең қолыңмен тоқтат, қолыңмен тоқтатпасаң сөзіңмен тоқтат. Сөзіңмен тоқтатпасаң шынайы түрде жек көр дейді. Енді дін ислам шариғаты бойынша амал жасауларыңға болады. Енді ОДБК-дан шық деген белсенділерді қорқытып, үйделеріне повестка жіберіп, сөйтіп жатыр екен. Астана жаққа жіберіп, Алматыға жіберді ма, жібермеді, енді келетін шығар. Қорқатын түгі жоқ ол. Оны несін қорқасың? Өзіңнің ойың, ештеңке істеген жоқсың. Ойыңды айтуға әркімнің өзінің құқығы бар. Заманбек айтқандай, ақылды билік халықтың наразылығымен көрсетеді, ақылсыз билік халықтың өзімен көрсетеді деп. Саясатпен араласпаған халық құл болады ғой. Оянбаған халық құл болады, не болмаса жоқ болады деп Ататүрк айтқан. Ештеңке өндірмеген, тек сатумен ғана айналысқан мемлекет құриды деген. Менің сөзім емес, Ататүрктің сөзі. Франклин айтады, халыққа екі нәрсе ұсынасын, біреу бостандық, біреу қауіпсіздік. Халық соның қауіпсіздігін таңдайды. Ақыр аяғында қауіпсіздікте, бостандықта болмайды. Сондықтан қауіпсіздіктеріңізді ойламай, кішкене сергіп, бір жиналып, бір видео түсіріп, әсіресе мынау сөйлей алмаймын дейтін, вообще сөйлей алмайтын сөзге шорқақ азаматтар өзі азаматтық парызын не қылып, лайк басып, саяси видеоларды таратып, пікір жазып отыруға болады негізі. Бәрі Алла тағаланың алдында бағаланады. Сосын кішкене саяси сауатты болмасаңыздар, көрінген нәрсеге еріп кетесіздер. Көрінгенді батыр санап кетесіздер. Сондықтан білгенге маржан халқым. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.